Диана Скатова ұзату тойға қызу дайындық үстінде. Бүгін танымал Косылайық жобасының бұрынғы жүргізушісі Диана Скатова той салонындағы суреттер мен видеоларды жариялады. Бұл бейнеде біз Диананың жақын достарының той көйлектерін кигенін көреміз. Диана Скатова өзінің парақшасында еш нәрсе жасырмай үйлену тойындағы макияж суретін көрсетіп, астына той макияжы деп жазды. Дианаға желі қолданушылары бақытты бол қызым Диана, той қашан болады? Күйеу жігіттің аты кім? Оны танимыз ба? Тіпті кейбір желі қолданушылары Сұлтан мен бақытты бол деп жазды. Бірақ Диананың жігіті Сұлтан емес. Сұлтан қазір Америкада, кейбір мәліметтерге қарағанда, ол Америкаға отбасымен көшіп кеткен. Диана Скатова той салонынан оралған соң достарын жаңа үйіне шақырды. Шашып жатыр Айкош. Дұрыстап шашасыз бе, өтініш? Молынан шашыңызшы, молынан. Диананың достары оның жаңа үйіне шашу шашты. Қайырлы кеш қазақ елі. Бүгін мен тосын сый дайындап, өз сүйіктімнен бірінші келіп алдым. Қараңыздар, қандай атмосфера. Міне мен дайындығым, мен дайынмын. Арттағы фон бізде осындай ерекше романтика. Енді өз сүйіктім келсе, бүгін біз үшін өте ерекше күн. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бірнеше ай бұрын Диана ханым Инстаграм парақшасында махаббат хикаяларының видеоларын жүктеген болатын. Ақпарат үшін Диана осы жылдың наурыз айында жігітімен ұрысып қалғанын ашық айтса, Диана қызымыз жігітінің публика мен жұртшылықтың назарында болуға, суретке, видеоға түсіргенін қаламайтынын айтты. Біраз уақыттан кейін Косылайық жобасынан кеткеннен кейін ол ұрысып қалған жігітімен қайта қосылған болуы мүмкін. Немесе ол басқа жігітпен жұп болды. Әзірге Диананың жігіті туралы толық мәлімет жоқ. Бірақ стористерінде әкесі Диананы ұзататынын, тойдың жақын арада болатынын айтқан. Қалай десек те, жасы 25-тен асқан қызымыз Диананың өз бақытын тауып, шаңырақ көтеруін күтудеміз. Америкада жүрген Сұлтанның жасы 30-дан асқан. Сұлтанның сүйген қызына қосылып, Қазақстанда ерекше дүркіреген той күтеміз.